Қазақтың ақ иық ақыны Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Қазақ халқының дәстүрі бойынша үйдің тұңғыш баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесінің қолында өседі. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Мұқағалидың «Қарлығашым, келдің бе? Дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің, соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек, өмір өзен, өмір дастан, тағы да басқа жыр жинақтары, сондай-ақ «Қош махаббат» атты прозалық кітабы де бар. Біршама өлеңдеріне ән жазылған.